Ыбырай Алтынсарин алтын шеттеуік. Үлкен мейрам алдында әкесі балаларын қуанту үшін үйіне әртүрлі жеміс алып келеді. Лена деген кіші қызы сол әкелген жемістердің ішінен сырты алтын түсті шеттеуіктерге қызығып, соны алғысы келеді. Сонда анасы: бұл шеттеуіктер тек әдемілікке істелген, мыналарды ал деп басқа түрлерін береді. Лена айтқан сөзінен қайтпай жылай бастайды. Мен қара шеттеуікті алмаймын, алтын түстісін аламын, оның ішіндегі дәні де тәтті шығар дейді. Анасы тіл алмайтын қисық баланың дегенін істегеннен артығы жоқ екенін ойлап, Ленаға алтын түстілерін, басқа балаларына әртүрлі шеттеуіктерді таратып береді. Лена қуанып, шеттеуіктерін дереу шаға бастайды. Қараса, тіпті біреуінің ішінде де дәні жоқ, бос қабықтар екен. Мұны көріп қасындағы балалар мазақтап күле бастайды. Сонда алыстан бақылап отырған атасы: Лена, бұл шеттеуіктер жеуге арналмаған, тек көзге әдемі көріну үшін, сән үшін дайындалған еді. Мен шеттеуіктердің қабығын алып, сыртын алтын түспен бояп қойдым. Балам, не нәрсенің де құр сыртына қарап қызықпа, асылы ішінде болар деп өсиет айтады.